Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін сіздерге осындай әдемі, нәзік молочный девочка тортының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, сгущенка, нан қопсытқыш қажет болады. Көмегімен жұмыртқаның үстіне сгущенкамызды құямыз. 600 мл сгущенка қолдандым мен. Бәрін астына жазып кеттім, рецепттің астына. Содан кейін миксерлейміз. Онымызға нан қопсытқышымызды қосып, жұмыртқамен сгущенкалық массамызға апарып миксерлейміз. Кішкене ғана миксерлесеңіздер болады. Дайын болған массамызды мен 8 бөлікке бөліп алдым. Пергаментке сызып осылай дайындап аласыздар. Менің диаметрім 24. Содан кейін өстіп сүйек массаны жағып шығасыздар. Бүкіл пергаментке бөліп. Содан кейін осылай пісіп шығады корждар. 180 градуста 8-9 минут піседі. Мен духовкама. Енді арасына жаққанға креміміз дайындау үшін жаңағы сахарный пудра қосамыз, творожный сыр, сливки 33%-тік бәрін бір келкі қып миксерден өткізіп аламыз. Миксерлегенде өзі осындай жаңағыдай бір келкі крем болып шығады. Кальцоның көмегімен корждарымыздың ортасына кремдер жағасыздар. 2 үлкен қасықпен жағаммен бір корждың ортасына. Сіздер де солай жақсаңыздар болады. Осылай дайындап, бәрін жауып, бетін салафанмен жабасыздар. 1 сағатқа холодильникке кремі сіңгенше қойып қоямыз. Сағаттан кейін тортымыздың сыртын өстіп қалған кремменен қаптайсыздар. Әдемілеп. Болғаннан кейін осындай кондитерлік дүкеннен декор гелімізді сатып алып өстіп бетіне жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Өздеріңіздің жаңағы ұнатуларыңызға қарай әсемдейсіздер ғой. Мен өзім үйде пісірген осындай беземенен әрлендіргенді ұнатамын. Моншақтармен өстіп жасадым. Міне біздің молочный девочка тортымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.